Болған уақиға ізімен. Зүбайда бүгін де елең алаңнан тұрды. Құмардың тамағын беріп, киімнің жағасын жөндеп, әскери фуражкасын кигізді. Керек құжатын, қалта телефонын алған алмаған тексерді. Ерінбей жалықпай күндегі әдеті сол. Әйтпесе ұмытып үйде қалдыру әбден мүмкін. Бір-екі рет жол ортасынан қайта оралғаны бар. Тағы да әбігерленіп жүрмесіне кім кепіл? Бұған әбден арқа сүйеп алған. Жаман үйреткен өзі. Қызметке бара жатқанда істейтін үйреншікті рәсімдер осымен тәмам. Аздап жата тұрайын деп, қайта кеп төсегіне қисайған, көзі ілініп кетіпті. Шошып оянды, кеудесін тепкілеген тентек жүрегінің дөңкіліне құлақ түріп, біраз жатты. Кенет қабырға сағатқа көзі түсіп кетті. Ыршып тұрды. Тез-тез киініп көшеге оқтай атылды. Қанша дегенмен әскери өмірге көндіккен офицердің келіншегі ғой. Кеше ғана асфальт жолдар аптап ыстыққа балқып жатқан. Қапырық ауа тынысын тарылтқан, алып қала жағалауда желбезегін ашып, алқына ала сұрған орасан зор балық сияқты еді. Бір түнде қара күз түскені ме? Сұп-суық сумақай жел үйлерді. Аулаларды кеулей кезіп, орамдар мен саябақтардың қойны қоншын тінткілей жүйіп жүр. Зүбайданың тұла бойы тоңасып кетті. Аспанның да қабағы қатты. Үйге қайта барып, жылы киініп шығуға уақыт тығыз. Әшейінде өзі қызметтес қыз-келіншектердің жұмыстан кешіккенін ұнатпайтын. Жанталаса таксиге қол көтерді. Өркеуте джиптер мен жүзіктің көзінен өтетін жылмақай жеңіл машиналар сыздана сырғиды. Ешбірі жол ортасында өліп жатсаң да аялдар түрі жоқ. Зүбайда шындап қысылды. Ақыры бір ескі жигули салдыр-күлдір етіп қасына тоқтады-ау әйтеуір. Жүрегі жарыла қуанғаны сонша, кіре сала бейтаныс жүргізушіге қайта-қайта рахмет айта берсін. Өзін тап бір тегін апарып тастайтындай, ол да бірден самбырлап сөйлей жөнелді. Зүбайданы туғалы білетін адам құсап. Ой, бұл қарағым-ай, неге сонша, неге жеңіл киінгенсің? Қатып қалған шығарсың. Көп тұрдың ба көшеде? Құдайдың күні де бүгін қақап кетті ғой. Ой аға, жұмыстан қалып барамын, тездетіп жүріңізші. Асығыстық шайтан ісі дейді ғой, қарағым. Асығу дегеннен шығады. Бағана таң қараңғысында үйден шыққам. Бала-шағамның несібесі деп. Алда бір машина бос көшемен жолындай ұшып бара жатқан. Жай барақат өте берген бір адамды кенет Құдай басқа салмасын қалпақтай қақты ғой. Байғұс жүрмейтін жерден жүрген болдау. Жоға, кәдімгі жолақ жолдың үстімен ақ бара жатқан. Жаяу жүргіншілер өтетін жерден. Ойпырмая. Жалмажан екі адам машинадан атып шықты. Алыстан көріп келемін. Дереу құлап жатқан сорлының жанына жетіп барды. Қалтасынан бірдеңені алды. Сосын қолтығынан ұстап ап дырылдата сүйрей жөнелсін. Жол жиегіндегі қара ағаштың түбіне сүйе салды да, өздері машинаға жанталаса мініп тайды. О, сұмдық-ай, сіз ше? Мен бе? Кейін бұрылып ап зыттым. Менің көргенімді білсе, тошны көзімді құртуы мүмкін еді. Тірі куә деп. 03 шақырмадыңыз ба? Бәлесінен аулақ. Скорыйға телефон соқсаң, менттер ере келеді. Сосын ар жағы белгілі ғой. Жала жауып өзіме тарпа бас салса, ой, сұмдық-ай. Бағана күн шығып, төңірекке жарық түскен кезде әдейі сол көшемен асықпай жүріп өттім. Бейшара мас адам құсап, бір жағына сәл қисая жантайып қапты. Кәрі адам ба екен әлде? Бет-жүзін көре алмадым. Бас киімін көзіне түсіре милықтата кигізіп кеткен екен. Көшеде қанша адам әрлі-берлі жүріп, ешкім оған таянбай ма сонда? Біреудің біреумен ісі жоқ қой қазір. Бәрі асығыс, жұмысқа, оқуға асыққан адамдар.
кімді кім керек қылады? Міне өзің де жанығып бара жатқан жоқсың ба? Солай қарағым, қарбалас өмір. Өстіп жанталасумен жүріп бір күні о дүниеден бірақ шығамыз ғой. Ой аға, осы жерге тоқтаңыз, міне ақшаңыз. Иә қарағым, әңгіме бұзау емізер, бұзау таяқ жегізер дегені осы. Онсыз да асығып келе жатқаныңда әңгімемен асып кете жаздаппын ғой, деді егде жүргізуші, бұл ұстатқан тиын тебенді баппен асықпай санап жатып. Күні бойы қызу жұмыста қолы босамаған Зүбайда қайтар кезде ғана үйіне телефон соқты. Ешкім алмады. Қалта телефоны өшірулі екен. Көбінесе осы кезде Құмар үйде болатын. Барғасын дәмді етіп манты пісірейін деп ойлаған. Тоңазытқыштан ет шығарып салшы, мұзы ери берсін дегісі келген. Қаптаған көлік тығынынан тап болып үйге ымырт үйірле жетті. Құмар бұдан бұрын кеп, екі қолы алдына симай сағатқа бір, терезеге бір қарап, тықырши күтіп жүрген болар деп ойлаған. Үй тым-тырыс. Кешігіп жатқан шығар, кеп қалармен тамағын ішпей түн ортасына дейін отырды. Таңға жуық талмаусырап барып, киімшең төсекке құлады. Тағы да қиыр-шиыр түс көрді. Белгісіз бір үрейдің құшағынан босана алмай қойды. Тұла бойы мең-зең. Бұл шырт ұйқыда жатқан кезде Құмар есікті өз кілтімен ашып кіріп, орнына ақырын ғана жата қалды ма екен. Төсегіне көз тастап едім. Қос құлағы едірейген құс жастық міз бақпай иесін күтіп тұр екен. Бедірейген қалпы бір түрлі сұп-суық. Ойпырмай, бұл қалай болғаны? Әлде көңіл қосқан біреуі боп, соның үйде қонып қалғаны ма? Күдіктің төбесі қылт ете қалды. Тұла бойы мұздап кетті. Бірақ бұған дейін күмән туғызар бір қылығы болмаған соң, ол ойынан тез айныды. Басқа ол ондай емес, арамдығы жоқ, бірақ кім білет дейді тағы бір ойы. Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде. Үйленгелі қанша жыл болды, әлі күнге екеуінің ортасында дәнекер болар нәресте де жоқ. Зүбайда бірде Құмар екеуміз дәрігерге қаралайық тексерілейік деген. Әлі кең пәтерімізде жоқ, неге асығасың? Басымыз жас қой, болар деп жұбауратқан Құмар. Жылда елге екеуден екеу жетіп барамыз. Елден де ұят, апам да қартайып келеді. Енді немере сүю керек қой деп, бұл да қыр ізінен қалмасын. Ол сасқалақтай күліп, апам бұрын хат жазған сайын, қалың орыстың қақ ортасында жүрсің. Көзі тұздай, мұрны біздей бір қызын қолтықтап кеп жүрме жырағың. Әкеңнен қалған жалғыз тұяқсың деп зар елейтін. Қазір енді ай десе аузы, күн десе көзі бар. Сендей қара қызды келін қылып алған Аллаға риза шығар. Әзір немере жайлы апамның аузынан сөз шыққан жоқ қой, несіне қысыласың деп көңілін орнықтырған. Зүбайда да сосын бұл тақырыпты қайта қозғамаған. Шынында да апасы бастапқыда бір баласы екеу болғанын мәз еді. Сосын екеу ел жаққа бір табан жақындады деп балаша қуанды. Енді сол кісіге табан астынан бірдеңе боп қалды ма екен. Құмар ауылға кетсе, бұған ең болмаса бір жапырақ қағаз жазып кетпей ме? Жас келіншектің санасы санға, ойы оңға бөлінді. Сірә аяқ астынан дабыл қағылып Құмар жолы жүріп кеткен ғой. Оқу жаттығу жасау үшін әскери бөлімі түгел бәрі дүр көтеріліп, осы ойға табан тіреген Зүбайда күндегіше жұмысына барды. Түсің келіспей тұр ғой, ауырып тұрсың ба, деді бастығы бұны көрген бетте. Түнде күйеуім үйге келмей қалып, соны уайымдап едім деп шынын айтуға ұялды. Басқаша ойлап қалар деп, шай кеш жатқам, түнде кино көріп, содан ба біртүрлі басым ауырып тұр дейді. Кешкісін тағы көңілі құлаз, жанын қоярға жер табалар емес. Жападан жалғыз адамға ас батар ма? Ішіп жеді деген аты ғана. Теледидарды қосып еді, тұңғыш қызым жұмыс іздеп қалаға кеткен.
Көптен хабар ошас. Биыл мектеп бітірген, өлі тірісін ешкім білмейді. Ішкеніміз ірің, жегеніміз желім болды деп, қамыға көз жасын сүртіп отырған жүдеу өңді бейтаныс әйелді көріп, ет жүрегі езілді. Қызының суретінен құлақ сұмдықтан бейхабар адамға сенгіш жас қыз екені байқалып-ақ тұр. Көзі жәудіреген ауыл қызы, іздемеген жерлері жоқ екен. Көріпкел тәуіп, бақсы балгер атаулының бәрін шарылапты. Байғұс әйел енді көптен көмек сұрайды. Қызының не өлі, не тірі екен біле алмай басы дал. Одан соң сөз кезегі тиген егделеу ерлі зайыптылар да айдың күннің аманда жалғыз перзенттерінен көз жазып қалған екен. Кезектесе айтуларына қарағанда Мәскеуде оқып жүрген студент бала жазғы демалысқа үйіне келеді. Сол күні тал түсте есік алдындағы дүкенге кетеді де сол кеткеннен қайтып оралмайды. Көрдім білдім деген бір пенде жоқ. Баламыз мектепті алтын медальмен бітіріп оқуға өз білімімен түскен. Мінезі байыпты, өте салмақты бала еді деп байғұстар қайғыра қамығады. Естігенде сай сүйегің сырқырайды. Зүбайда одан әрі экранға қарауға дәті шыдамай теледидарды өшіріп тастады. Ол ертеңіне енесінің аман саулығын білмек боп ауылға телефон шалды. Ой, айналайын, бұрын Құмаржан 2 күннің бірінде хабарласып тұратын еді, неғып тым-тырыс. Әйтеуір тұмау-сымаудан аман болсаңдар болды шырағым. Ойпырмай, ойыма келмеген бәле де жоқ еді. Тух, көңілім жайланды ғой. Пенсия алғасын сендерге барып қайтам ба деп ойлап жүргем. Үйдегі топалаң келгір қой ешкілерден де шыға алмайсың. Қазір ауылда ұрлық қарлық көп. Баяғы мал кіріп кетпесін деп есікті күрекпен тірей сап, құлыптамай кете беретін ауыл емес. Құмаржанға сәлем айт айналайын. Биылғы соғымдарыңды қыс басталмасынан қолы бір қалт еткенде өзі келіп сойып алып кетсін деп айналып толғанып келіннің хабарласқанына қатты қуанды. Өзі де әйтеуір аман сау шапқылап жүр екен. Ауыл елдің амандығын, ағайын туыстың жаңалығын, кім келін түсірді, кімнің келіні бала тапты, кімнің қызы күйеуге кетті, кімнің бала келіні енші алып бөлініп шықты, кімнің немересі сүндеттелді, кімнің баласы биыл мектепке барды. Соның бәрін айтып бір мәз боп қалды. Оларды келіні тани ма, танымай ма, онысымен ісі жоқ. Аузын ашса көмейі көрінетін ақ көңіл ауыл адамы ғой. Еш арамдығы жоқ. Әйтеуір телефоннан болса да апалап амандығын сұрап келін іздеген, жүрегі жарыла қуанып айтып жатқаныма кім білсін. Зүбайда оның жүрегіне уайым ұялатпай көңіліне қаяу салғысы келмеді. 10 баладан қалған өлім сарқыты. Құмарын аузына тістегенде ғып, шалы өлген соң жалғыз өзі өсіріп, ел қатарына қосқан жан ғой. Телефон тұтқасын орнына қойғасын, бір сәт қуаныштан жүзі балбыл жанып, құстай ұшып, көршілерге бара жатқан апасының көз алдына елестетті. Жылағысы келді. Жылап жамандық шақырмайын деп өзін тежеді. Зүбайда құр сүлдесін сүйретіп, жұмыстан келе жатып, күнде үйінің терезесіне қарайтын. Шамы жанып тұрса ғой шіркін, терезе пердесі жабылмастан, шам жағылмастан томсырая қарсы алған көңілсіз пәтерге кіру жүрегі дауламай ішке әзер кіруші еді. Қызметте жүрген кезде көңілсіз ойлар кейін серпілгенмен жұмыстан соң қайтадан шырмауықтай шырмаған уайым торына түсіп шыға алмай жүрген күндердің бірі еді. Бұлардың есігіне біреу бір жапырақ қағаз қыстырып кетіпті. Алып ұшып 2-3 баспалдақтан бір-ақ аттап алқын-жұлқын жетіп барды да тілдей қағазды тарпабас салды. Біреу келіп кетіпті. Құмардың қызмет орнынан әскери бөлім басшылары жіберсе керек. Қанша уақыттан бері оның жұмысқа шықпай жату себебін сұрап, тез арада хабарласуын өтініпті. Зүбайда есік алдына сылқ етіп отыра кетті. Есеңгіреп, буын ұстамай, бір жапырақ қағаз емес, зіл батпан қара тас үстіне құлағандай.
Шаштан да әлденеше мың есе жіңішке үміттің жібі кенет үзіліп кетті. Күн сайын сол нәзік жіптің бір шетінен тартып тұрып, жұмысына барып, соның бір шетінен ұстағысы құламай үйге келіп жүр екен. Егіл-тегіл еңіреп отырғанда, ең болмаса бір адам қасына келіп, көз жасын сүртіп, басын сүйеуге жараған жоқ. Іргелес көршілердің емен есіктері, темір есіктері міз бақпады. Әйтпесе жұрттың бәрі сол сәтте тас саңырау боп қалмаса, үйден ешкімнің естімеуі мүмкін емес қой. Бірі болмаса, бірі теледидардан бас көтеріп, бұл не зарлау деген шығар-ау. Есіктің титімдей тесігінен сығырая қараған бала-шағасын жайпарақат, ой, бір әйел ғой, мас па, жынды ма, сомадай боп еңіреп жылап отыр. Жанында заттары, сөмкесі шашылып жатыр. Жұрттан ұялмай ма екен? Ну и дура демегеніне кім кепіл? Қымбат көліктерге мініп, үлде мен бүлдеге оранып жүрген сыпайы сырбаз, мәдениетті де көзі ашық жандардың бәрі сәнді жиһазға толы бір қамал қорғанның ар жағында тығылып отыра берді. Естісе де естімегенсіп, өйткені ешқашан олардың басына бұндай тосын іс түспейтін. Ештеңеге жандары ауырмайтын, ешқайсы ет жақын адамнан ойда жоқта айырылып қалмайтын. Олар ертеңгі күндеріне толық сенімді жандар еді. Құдай-ау, бастан төрт құбыласын түгел қып жаратқан мұңсыз жандар көп екен ғой. Зүбайда тас түйін бір шешімге бел буып ертеңіне милицияға барған. Күйеуінің күліп түскен суретін алып, ажарлы жігіт екен, қайда кетуші еді? Беті жылтыраған қыз-келіншектермен қыдырып, ат айналып қазығын табады. Күндердің күнде аман-сау өзі де кеп қалар, деді бір қарқ-қарқ күліп. Зүбайданың көзіне жас толып, тістене жақ ашпады. Бұлардан көмек жоғын іші сезді. Сол күннен бастап ешкімнің аянышын, мүсіркеуін көргісі келмеді. Ешкімге тіс жармастан бір ай демалысын алды. Сосын ең қаланы шарлап шықты. Аурухана, мәйітханалардың бәрін тегіс аралады. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылды. Бармаған жері, ашпаған есігі жоқ. Апталдай азамат, ізім қайым жоқ. Ине емес, түйе емес, ересек адам қалай жоғалады? Түсінсе бұйырмасын. Бір күні арып ашып үйге келсе, қаны сорғалаған қанар қаптарын тізіп қойып, есік алдында апасы күтіп отыр екен. Өзі ішпей жемей жердің түбінен соғым әкеліпті. Шүйкедей ғана қара кемпірдің мойнынан асылып, Зүбайда солқылдап жылап жіберді. Ерке келінім сағынып қалды деп ойлады ма, ол да айналып толғанып құшағынан шығарар емес. Ал бұл жылап тұрып ішіне не деп айтамын деп қиналды. Онсыз да жалғыз ұлын бір көру үшін алыстан арып, ашып, аңсап, сағынып, иіскеп, мауқымды бассам деп келген байғұс апасының жанын жаралауға жасқанды. Екеулеп ет толы қаптарды ішке кіргізді. Зіл қара тас, қайран ана-ай, жалғыз өзі бұның бәрін осы жерге қалай жеткізді екен? Көптен азып тозып шаң басып кеткен үй, жуылмаған ыдыс-аяқ, шашылған киім, жүдеп көзі кіртиген келін көріп, апасы бір сұмдықтың болған айтпай ұқты. Еттерді үн-түнсіз тоңазытқышқа тықты. Қазыларды балконға жайды, бірақ екеуде не деп сөз бастауын білмеді. Зіл батпан ауыр бір тыныштық. Екеуі дәм-тұзы жараспай ажырасып кетті деуге баласының бар киім-кешегі ілініп тұр. Тіпті төсегінің де мұрты бұзылмаған. Неге жорын білмейді, іші ит тырнағандай. Келіні: апа, мен үй маңындағы дүкеннен нан әкелейін деп киімін желбегей жамылып үйден шығып кетті. Ол шәй дайындай берейін деп, май сүт іздеп тоңазытқышты ашты. Бұрын келгенде іші аузы мұрнынан шыға толып тұратын. Бұл жолы жылан жалағандай қурап тұр екен. Үнсіздік еңсесін езген екеу тым-тырыс шәй ішті. Қарағым, әкесі өлгенді де естіртеді ғой. Не болды? Аманшылық па?
деді ақыры бір кесе шай тамағынан әзер өткен ол. Сол біраз уақыт болды жұмысқа кеткен. Содан хабар-ошар жоқ. Аяқ астынан бір жаққа кеткен ғой жүрем. Қызмет бабымен үйге біреу келіп мынандай қағаз қалдырып кетіпті жұмысынан. Қанша уақыт бармағасын хабарласқан ғой. Содан бері аяғымнан тозып іздеп жатырмын. Ешкім ештеңе білмейді, деді шаршаңқы үнмен. Жыламай айтты. Талай-талай тағдыр ауыртпалығы басына түссе де жалғыз ұлының алдынан туар нұрлы таңдардың алыстағы әлсіз сәулесінен қуат алып, майса да сынбаған қайсар ана көзін бір нүктеге қадаған қалпы, бір уыс боп отырған қалпы қатты да қалды. Түнімен екеуі де көз ілмеді. Зүбайда көрер таңды көзімен аттырып, құлқын сәріде үйден шығып кетеді. Оразасын ашпастан құмарды іздеуге күн сайын байғұс шеше оны үн-түнсіз шығарып салып іштей Аллаға жалбарынды. Күн ұзақ терезеден телміре қарап, тапжылмай жолын тосады. Үйге қас қарая шаршап шалдығып келіп, жүрген келіннің шай суын әзірлеген болды. Үмітпен қарсы алады, үн-түнсіз отырып екеуі шай ішеді. Келіні кейде қайда барып, қайда іздеген айтады. Кейде сөйлеуге шамасы келмей, басын үстелге сүйеп отырған орнында қалғып кетеді. Ана жолы жаңа байлардың 1-2-3 адамы 10 шақты жыл бойы құлдыққа ұстап, айдалаға апарып, мал бақтырып қойыпты дегенді радиодан құлағы шалғалы байғұс шеше. Иен таудың қай қуысынан баламды іздесем екен деп күн ұзақ бас қатыратын болды. Ал Зүбайданың әлі қанша уақыт аяғынан тозып сандаларын кім білсін. Бір күн түн ортасында баяғы таксистің әңгімесі ойына орала кетті. Таң алагеуімде белгісіз біреулер машинамен қағып кетіп, көшенің қақ ортасына ағашқа арқасын сүйеп отырғызып кеткен адам сол Құмар болмасын. Құмар ғой, Құмар. Дәл сол күні осы әңгімені естігенсің. Иә, дәл сол күні ол алғаш рет үйге келмей қалды. Қалай ғана есінен шығып кетті дегендей жүрегі атқақтай соғып аласұрып кетті. Сол күні жұрттан сұрастыра жүріп, айдалада арам өлген сайдан саны, құмда ізі жоқ қаңғыбас маскүнемдерді жерлейтін орында әрең дегенді іздеп тапты. Артында іздеушісі жоқ, аты жөні белгісіз өліктердің мәйітін нөмірлеп, нөмірде фотосуретке түсіріп алып, бір журналға тіркейді екен. Барлық суретті ерінбей жалықпай қарады. Ақыры Құмардың суретін тапты әйтеуір. Адам деген аты болғанмен, адам кейпін баяғыда жоғалтқан қоғам қоқыстары арасынан үстінде әскери киімі бар, пагоны жұлынған, бет-аузы көнтиіп ісіп кеткен. Оның қалай беймәлім біреу деп тіркегендерін түсінбейді. Әскери билетін үнемі алып жүруші еді ғой. Оның қалтасында не бар, не жоғын Зүбайдадан артық кім біледі. Күн сайын үйден шығарда өзі тексеретін. Машинамен қаққаны аздай, қалтасындағы қағазын қоса кеткеніме не деген жауыздық. Әттең, өрге ұмтылған өжет өреннің өмір жолы дәл осы жерде шорт кесілер деп кім ойлаған. Зүбайданың бойын кернеген ашу-ызасы, шарасыздығы мен дәрменсіздігі, орны толмас өкініші мен түпсіз терең қайғысы ащы жаспен бірге ағыл-тегіл аға берді. Маңында басу айтып, басынан сипар жан баласы жоқ. Үйге көзі қып-қызыл болып ісіп келді. Есікті ашып, жас балаша жәутеңдей бетіне қараған енесі оның осы түрін көрді де шошып кетті. Апа, таптым, деді келіні өксіп. Тынысы тоқтап қала жаздады. Жерленген жерін таптым, деді. Аспан шырқ айналып барып жерге гүрс құлады. Күн сөнді. Жер әлемді қара түнек басты. Құлағы тарс бітеліп қалды. Ол емес, мені неге алмадың, Алла? Менің ретім еді ғой, не үшін осыншама қасіретті маңдайыма жаздың? Не жазығым бар еді, деп зар иеледі анасы. Зүбайда жерленген мәйіт өзінің күйеуі екенін дәлелдеу үшін құзырлы мекемелерді жағалап, жалынды, жалбарынды.
Ақыры жерленген орынды қайта аштыруға рұқсат алды. Аузы басын тұмшалап, пластик қапшықтар ішіндегі бұзылып саси бастаған мәйіттердің арасынан марқұмның сүйегін тапты. Аяғына байланған нөмірі бойынша есіл ердің сүйегін туған жеріне жеткізді. Үлкен азап шексіз бейнет шеге жүріп, рухы риза болсын деп, қайтадан дұрыстап жерледі. Жаназасын шығартты. Құлпытас қойды. Әппақ мәрмәр тастан соның бәрін өзі емес басқа біреу атқарып жүрген сияқты. Тас түйін. Езіліп еңіреу жоқ, нәзік жанды жас әйел емес, жадына енгізілген арнаулы бағдарламаны ақтаруға тиісті жансыз робот секілді. Анасының да жаны құмармен бірге кеткені күмәнсіз. Жер бетінде күрт тәні қалқиып жүрген болмаса. Өзі шырт етіп дүниеге келіп, кіндік қаны тамған киелі жерге құмардың жамбасы тиді. Ауыр міндетті абыроймен атқарған. Зүбайда қалаға қайта оралды. Алайда күндіз ылғи бір көңілсіз көріністер көңілінен кетпей қойды. Дегелең тауының бауырындағы мүлгіген қалың қорым, меңіреу ауыл, қара жолдың шаңын бұрқырата сол ауылдан шыққан жалғыз көлік. Сол қашан көз ұшында бұдырап көрінбей кеткенше қара жолдың бойында қалқия қарап тұратын ақ жаулықты қарт әйел. Ал түнде көзі ілінсе болды, терең шұңқырдың ішінде саудыраған сүйектерді қапшыққа жинап салып отырады. Жалғыз өзі, кей-кейде қолын тапса, аяғын таппай, жан тері шыға қиналып жатып оянып кетуші еді. Ол үшін күллі тіршілік тоқтап, уақыт бір орында тұрып қалған секілді. Туыс туғандары өлінің артынан өлмек жоғы тірі адам тіршілігін жасайтынын айтты. Ұрысты, алайда терең қайғы оны тұңғиығына тарта берді. Өз бетінше тырбанып шыға алмады, тіпті шығайын деп те ойламады. Ақыры жұрттың бәрі теріс айналды. Ең жақын құрбылары да, барлығы да түңілді. Оны тіпті ауыр қайғыдан санасы аз-кем ауытқанға санаса да өздері білсін. Жұрт не десе о десін. Бұған сол сөздердің еш қатысы жоқтай. Жылда демалысқа шығысымен ауылға тартатын. Енесі екеуі бір-біріне сүйене қара жолға түсіп ап, құмар марқұмның басына барушы еді. Биыл да жылдағыша оның мәңгілік мекеніне жаяулата барып, ауылға қарай үнсіз ілбіп келе жатқан. Жасына жетпей қайғыдан белі бүгіліп, қанша уақыттан бері ләм-мим деп жақ ашпай үнсіз қалған енесі кенет бір әңгіменің шетін қылтитты. Бала кезінде осы құмарым кітаптан бас алмайтын. Жолдас жоралары ойнайық деп үйге келсе, оларға қосылғысы келмейтін. Апа, мені жоқ дей салшы деп жалынатын. Бір жағынан жарығым кітап қызығына шыға алмайтын да болар. Бірақ бірде балам-ау, бар адамды қалай үнемі жоқ дей беремін. Ойынға шыққың келмесе, балаларға себебін өзің айт. Жоқ деген сөзді жиі айта берме. Жоқтың түбі жоғалар деген сөз бар деп кейігем. Жарығым, мені мазақ қып күліп, ой апау, соның бәрі соқыр сеніммен шыққан сөз, қайтесіз әрнеге сеніп деген. Міне, енді жоғалғаны емей немене. Артында ең болмаса баласы да қалған жоқ деді де еңіле жылап жіберді. Содан бұл қалаға аттанар алдында ғана тілге келді. Қарағым, сен болмағанда жалғызымның баласы түгілі моласына да зар болып қала жаздап ем. Мен саған ризамын. Өлі риза болмай тірі байымайды дегені ғой. Құмарым да о дүниеде сені желеп жебеп жатыр. Тірі адам тірлігін жасайды. Бақытың ашылсын деді тебіреніп. Келіне аналық ақ батасын берді. Қанша жылдан соң. Сол күні Зүбайда уайым қайғысыз жаңа туған жас нәрестедей қайтып ұйықтап, құстардың мың құбылған үннен сергіп оянды. Терезе алдындағы биік талға қонған титімдей құстың құйқылжыта салған әніне сүйсіне құлақ түріп біраз жатты. Құдай-ау, күміс қоңыраудай сыңғыр-сыңғыр етеме, тіпті
таңмен таласа тымылжыта ән салатын бұл не құс сонда? Әлде әлгі талай ақын таңдай қаға тамсанып өлең жырына арқау еткен сандуғаш деген осы ма екен? Тоқтық тартқан жас нәресте ұқсап кенет көгершіндер үділдеді. Тынымсыз шырылдаған бос торғайлар дейсің бе? Бәрінің кеудесін кернеп бара жатқан ненің қуанышы екен кім білсін. Тіршілік хорына шама шарқы жеткенше барлығы да үн қосуда. Әйтеуір бір шаттық, бір масайрау, бір сайрау. Егер сонау әлемде бұлардың бірі де қалмай, бүкіл дүние құлаққа ұрған танадай тынып тұрса, мылқау тірліктің сәні болар ма еді? Құдай-ау, олардың бәрінің болғаны қандай тамаша. Осынай арайлап атып келе жатқан таң шапағымен бүр ата бастаған жас шыбықтары аман көрудің өзі не деген бақыт. Тәубе, тәубе. Құстарда жұдырықтай жұмыр жерімізді оттан, судан, зілзаладан, соғыс өртінен, адам қолымен жасалатын апаттардан сақтай көр деп, ұлы жаратушыға жапа-тармағай жалбарынып жатқандай сезілді. Бәрі де өзі тілдерінде. Зүбайда да өзі танымайтын әлемнің түпкір-түпкірінде тіршілік етіп жүрген адал жүректі жандардың бәріне түгел береке, бірлік тіледі. Осы шуақты күнде көре алмай кеткен құмарының жайын жәннаттан жан рахатта қыла көр деп Аллаға жалбарынды. Риясыз сезімі көзінен мөп-мөлдір моншақ боп ыршып шықты да, тап-таза бұлақтай тарам-тарам ағып, бетін омырауын жуды.